Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін мен сіздерге 15 минутта массаж жасап, ішті қалай кетіру керектігін айтатын боламын. Кімнің іші после родов осындай қалып кетті? Өзіңіз босансаңыз да, кесарево болса да, осы массажды жасауға болады. Міне менде 89 сантиметр. Енді әр массажды 30 реттен қайталап жасаймыз. Любой крем болса, соны жақсаңыздар болады. Міне осылай денемізге жағып аламыз ең алдымен. Және жаттығуымызды бастаймыз. Азанда аш қарынға жасайсыздар. Результатқа тез жеткім келеді десеңіздер, кешке де ужиннан кейін 2-3 сағаттан кейін жасауға болады. Міне екінші жаттығу. Қолым талып кетті, ой шаршадым, болды жасамаймын деп айтпаңыздар қыздар. Давайте тұрыңыздар, жасаңыздар. Денсаулық өзімізге керек, фигура өзімізге керек, әдемі болып жүрсек жақсы емес па? Міне екінші қолымызбен керісінше айналдырамыз. Барлық жаттығуды 30 реттен жасаймыз. Үшінші массажымыз басталады. Жоғарыдан төменге қарай ішімізді тартып тұрып жасаймыз. Төртінші массаж. Бұл астынан жоғарыға қарай ішті көтереміз. Барлық жаттығуды 30 реттен қайталаймыз. Осылай балам екеуміз бірге жағаласып жүріп істейміз. Озвучканы да осылай балам екеуміз жағаласып істейміз. Мешать жасап жатса ренжімеңіздер. Ал 5-ші массаж. Бұл осылай белден астыға қарай тартасыздар. Сосын қыздар етек кір кезінде жасауға болмайды. Және после кесареводан кейін ауырмаса ғана 6 айдан кейін жасай беріңіздер. Если ауырса жасамаңыздар. Ал өзі босанғандарға 2 айдан кейін жасай беруге болады. Астыдан жоғарыға қарай тартасыздар. Барлық жаттығуды 30 реттен. Денеңізге крем сіңіп кететін болса, крем қайтадан жағып алыңыздар. Әйтпесе денелеріңіз көгеріп, қызарып қалуы мүмкін. Міне мен жағып жатырмын крем. Главное, денелеріңіз құрғап кетпесін, қыздар. Қыздар, менің видеоларымды жоғалтып алмау үшін маған тіркеліп алыңыздар. Және де лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетсеңіздер. Осылай астынан жоғарыға қарай. Ал 6-шы жаттығу. Осылай майларымызды ұстап жылжытатын боламыз.
астыңғы белдегі. Оны да солай жасаймыз 30 рет. Денелеріңіз құрғап кетсе, крем обязательно қайтадан жағыңыздар. Әйтпесе қызарып, көгеріп қалады. Және жасау қиын болады. Міне екінші жағын жасаймыз солай. Кез келген кремді қолдансаңыздар болады, қыздар. Қолға арналған, денеге арналған, аяққа арналған. Без разница. Если кімде крем жоқ, онда детский майлар бар ғой. Сонымен де қолдануға болады. Аккуратно, әдемі жасаймыз, қыздар. Міне 7-ші жаттығуымыз басталады. Сіздерде ерінбей тұрып жасаңыздар, небәрі 10 минут уақыттарыңыз кетеді. Іштеріңізден осылай құтылыңыздар. Күніге аш қарынға жасайсыздар. Таңертең болсын, кешке болсын, ужинның алдында. Немесе завтрак, ужин ұмытып кетіп ішіп қойсаңыздар, ужиннан кейін 2-3 сағаттан кейін жасасаңыздар болады. Міне 8-ші жаттығу. Осылай қолымызды X жасап аламыз. Осылай жасайсыздар. Міне 9-ші жаттығу. Осы массаждардың барлығы біткен соң вакуум жасасаңыз да болады. Результатқа тез жетемін десеңіздер, қыздар, таңертең ерінбей тұрып жасаңыздар. Және де кешке ужинның алдында жасауға болады. Немесе ужин ішіп қойсаңыздар, ужиннан кейін 2-3 сағаттан кейін жасауға болады. Ішке арналған жаттығулар бар. Қолға арналған, если қолыңызды арықтатқыңыз келсе, немесе аяғыңызды арықтатқыңыз келсе, барлығын жасауға болады. Главный ерінбей жаттығулардың барлығын жасаңыздар. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.